Бөрібастың басты ұраны. Батырлық қанымызда, тәрбие жанымызда. Баяғыда бір байтақ далада, қазақтың еркін рухын бейнелейтін көк бөрі өмір сүрген екен. Бұл бөрі тек батыр ғана емес, даналықтың, тәрбие мен ұлттық құндылықтың үлгісі болған. Ауылда балалар үлкендерді тыңдамай, бір-бірімен таласып жүреді. Ауылдың ақсақалы бұл жағдайға алаңдап, Алланың көмегімен көк бөріні шақырады. Бөрібас ауылға келіп, балаларға қарап, балалар, ерлік пен бірлік қазақтың басты құндылығы, мен сендерге өз бабаларыңның даналығын үйретемін, дейді. Бөрібас балаларға тапсырма береді, бір-біріне көмектесіп, ескі құдықты тазалауды ұсынады. Алғашында балалар өзара таласып, істі бітіре алмайды. Кейін Бөрібас оларға сұңқар мен құмырсқа туралы аңызды айтады. Жалғыз сұңқар биікке ұша алады, бірақ құмырсқалар бірге әрекет етіп, тауларды да қопарады. Балалар осы сабақтан кейін бірлесе жұмыс істеп, құдықты тазартады. Бір күні ауылға қарақшылар келеді. Олар ауылдың қойын ұрлап, халықты қорқытады. Бөрібас балаларға батырлық пен ақылдың күшін үйрету үшін жоспар жасайды. Балалардың бірі ауыл үлкендерін жинаса, екіншісі тау жолын көрсетіп, қарақшылардың жүрісін баяулатады. Балалар қарақшыларды бірігіп қоршауға көмектеседі. Осылайша ауыл бірлігі мен ақылдың арқасында жеңіске жетеді. Балаларға өмірдің мәні туралы өсиет айтылады. Қазақтың кіші білімінде, батырлығында және тәрбиесінде. Біз тарихымызды ұмытпай, ата-бабамыздың жолымен жүрсек, болашақ нұрлы болады. Бөрібас ауыл халқына домбырада күй тартып, халқына рухани күш береді. Бөрібас тауға қарай бет алады, ауылдың балалары оның артынан қарап қалады. Бөрібас тек батыр ғана емес, рухани тәрбиеші болды. Оның өсиеттері әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталады. Балалар осы оқиғадан не түсінуге болады деп ойлайсыңдар? Біріншісі бірлік, қазақтың күші бірлікте. Екіншісі еңбек, бәрі еңбекпен келетінін түсінген жөн. Үшіншісі батырлық, ақыл мен батырлық әрқашан әділетті жолда болуы тиіс.